Жаңа конституция бұл Қазақстанның стратегиялық даму бағыты. Қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Сондықтан мен 15 наурызда еліміздің болашағы үшін дауыс беремін. Қазақ елінің дамуында жақында үлкен іс-шара өтейін деп жатыр. Ол конституция жайындағы референдум. Референдумға бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып қатысуға шақырамын. 15 наурызда бүкіл еліміз жұртшылық, көпшілік болып, өзіміздің жаңа конституциямызды қолдап, дауыс беруіміз қажет. Баршаңызды алдағы жалпы ұлттық референдумда жаңа конституцияны қолдауға шақырамын. 15 наурызда дауыс беріңіздер референдумға. Әр дауыс керек бізге. Бүкіл Қазақстанның азаматтары өзіміздің азаматтық борышымызды орындап, жаңаға референдумға қатысып, өз пікірімізді білдіруіміз керек. Конституция жобасының 32-ші бабында әр азаматтың денсаулық қорғау және медициналық көмек алу құқығы бекітілді. Сонымен қатар алғашқы рет білім, ғылым және инновацияға айрықша көңіл бөлініп отыр. Еліміздің дамуы мен тұрақтылығын, заңы мен тәртібін қамтамасыз ететін ата заңымыздың жаңа жобасын қолдаймыз. Баршаңызды жаңа конституция жобасы бойынша өтетін жалпы ұлттық референдумға белсенді қатысуға шақырамыз. Біз конституцияны қолдаймыз. Біз ата заңды қолдаймыз. Жаңа конституцияны қолдаймыз. Еліміздің ертеңі баршамыздың саналы таңдауымызға байланысты. Жаңа конституция Қазақстанның берік тұғыры, ел бірлігін нығайтуға арналған. Әр қайсымыз өз болашағымыздың инженеріміз. Сондықтан болашағымызды бірге құрайық. Бұл конституциялық құқықтық нормаларда ерекше салмақ беріп, қоғамдық келісімнің айқын көрінісіне айналды. 15 наурызда болатын референдумға бүкіл қазақ халқын дауыс беруге шақырамыз. Жаңа конституция реформасын мен қолдаймын. 15 наурыз күні мен жаңа конституцияны қолдаймын және референдумға барамын. Әр азамат референдумға барып өзінің оң таңдауын жасау керек деп ойлаймын. Себебі бұл біздің ортақ жауапкершілігіміз және еліміздің болашағы.